Думан Рамазан. Көкжал. Иттің иесі болса бөрінің тәңірісі бар. Халық мәтелі. О жанымның жапырағы сол монтиып жатсын қарашы. Елубай төр жақтағы құрақ көрпенің үстінде құндақтаулы жатқан нәрестесін қолына алып мейірлене иіскеді. Тәттісін-ай өзінің. Байқаймын, сенің махаббатың балаға ауып кеткен сияқты. Бізді көзіңе де ілгің келмейді-ау түге, деді артынша үйге кірген әйелі Гүлғайша екі иығынан ентіге дем алған сары самаурынды жаюлы тұрған дастарханның шетіне қойып жатып. Сен де осы қай-қайдағыны шығарасың да жүресің. Жасыңа жетпей ақылыңнан алжаса бастағансың-ау. Жақсы көрсем өз балам емес пе? Әйеліне ежірейе қарады. Біресе бала, біресе мал дей бермей бір уақ бізге де көз қырыңды салып қойсаң қайтеді? Бізде ет пен сүйектен жаралған жұмыр басты пендеміз ғой. Жасымызға жетпей алжамылжамыз шығып қатқан қайыстай жүрісіміз мынау. Гүлғайшаның дауысынан діріл білініп, жанары жасаурап кетті. Құдай-ау, мал құрлы қадіріміз болмады-ау. Хей, ақымақ, аузыңнан ақмай ағып отырғаны осы малдың арқасы емес пе? Саған айтты не, айтпады не, бәрі бір түсінбейсің. Жап аузыңды әкең. Қас-қабағы түйіле түскен Елубай ақырып қалды. Енді аузын ашса шатақ шығарын жақсы білетін Гүлғайша жым болды. Осы кезде сырт жақтан ат тұяғының дүрсілі естіліп, иттер шабалана үріп қоя берді. Кім болды екен? Елубай орнынан жайлап көтеріліп тысқа шықты. Ассалаумағалейкум ағасы, деді жирен атқа мінген талпақ қара анадайдан даусын созып. Уағалейкум ассалам. Оу, Серікжан, қал жағдайларың қалай? Деді Елубай қабағы ашылып. Ауыл аймақ аман ба? Әке-шешелерің күйлі қуатты ма? Бәрі өзіңіз көргендей ағасы, тегіс аманшылық. Мына Қанат дос екеуміз таң атпастан аң қарай шығып едік. Қызды-қыздымен талай жерге ұзап кетіппіз. Содан арып ашып келе жатқан бетіміз. Жолдарың болған-ау шамасы, қанжығаларың майлы екен. Әйтеуір бұйырғаны болды ғой, Құдай көпсінбесін. Мына біреуді ақ жеңешеме арнайы атып алдық, деді Серік семіз ақ қоянды Елубайдың қолына ұстатып жатып. Бәлі, несіне әуре болдыңдар, кәне, үйге кіріңдер. Бөтен біреулер ме десем, өз қайныларым екен ғой, деді күйеуінің артынан ілесе шыққан Гүлғайша да еріксіз езу тартып. Түскі астың үстінен түстіңдер, мақтап жүреді екесіңдер, төрлетіңдер. Сіз сияқты асыл жеңешемізді жамандап не көрініпті түгі, деді Серік жөпелдете. Қорбаңдай басып, үн-түнсіз ілесіп келе жатқан ұзын бойлы қапсағай денелі сары жігіт ұйқыдан жаңа оянған жандай марғау ғана. Сәлеметсіз бе? Деді аузы жыбыр етіп. Амансың ба қайным? Деді оған жүре тіл қатқан Гүлғайша. Елубай, сен өзің шай құя берші, мен ет салып жіберейін. Ой, ақ жеңеше, әуре болып қайтесіз, күрең қою шайыңызды ішіп аттансақ та ішіміз шұрылдай қоймас. Енді күнде келіп жатқан жоқсыңдар, бір асым ет пен ырысымыз ортая қоймас. Төр жақтағы құс жастықты жантая жайғасқан Серік аяқ жағын аламалдас құрған Қанатқа жымия қарап, көзін қысып қалды. Елеке, деді лезде түсін өзгерте қойған ол мойнын үй иесіне қарай бұрып. Қасқырдың бөлтірігі керек пе? Арзанға сатамыз. Тіпті көңіліміз түссе біреуін тегінде беріп кетеміз. Жоға, тұқымы құрысын, пәлесінен аулақ, десе де бір сәтке құштарлық сезімі билеп. Қайдан алдыңдар? Деді сұраулы жүзбен. Кереге тастың жанында қасқырдың апаны бар, содан алдық. Әжептәуір өсіп қалыпты атаңа нәлеттер. Тегі жыртқыш емес пе, кәдімгідей айбат шегеді? Бесеу екен, біреуін қалдырмай алып кеттік. Қоржыңдарыңдағы не пәле десем, қасқырдың бөлтірігі десеңші, оның бәрін не қылайын деп едіңдер? Бір-екеуін қолға үйретіп көрсек қалғанын сатармыз, болмаса тағы бірдеңеге жаратармыз. Бұлар қанша жыртқыш болғанымен қасиетті аң ғой, ем-домға да пайдасы бар емес пе? Олар ыстық шайдан ұрттап қойып әңгіменің қызығына түскен кезде жайлаудағы жайлы тыныштықты бұзып, иттер жарыса үріп, шәуілдесіп қоя берді. Бізді өкшелеп жүрген кім болды екен? Деді Серік елең ете қалып. Кім болар дейсің, ауыл адамдары шығар. Елубай аузын жиғанша болған жоқ, ендіге басып келген Гүлғайша ағаш есікті айқара ашып жіберіп, қасқыр, қойға, қасқыр шапты, деді тұтыға айғай салып. Не дейді?
Орнынан ұшып тұрған Елубай жалма-жан керегеде ілулі тұрған қос ауыз мылтығын ала салып далаға атып шықты. Қойлар дүркірей қашып бет-бетімен бытырап кеткен. Ақжол ғана шабалана үріп тұр. Ақтөстің қарасы көрінбеді. Екі үлкен қасқыр арттарына жалтақтай қарап тау жаққа қарай салып ұрып барады. Елубай оқ дарыта алмасын сезсе де, мылтығын кезене беріп, оң жақтағы оңтайлы шүріппені балаң үйрек саусағымен басып қалды. Жер дүниені сілкіндіре шыққан ащы дауыстан шошынған қос бөрі бауырларын жаза жортып ала жөнелді де, қас пен көздің арасында қырқадан асып көрінбей кетті. Елубай үрке қарап, үрпейісе қалған қойларға қарай жүрді. Үш саулықтың тамақталып, қан-жоса боп сілейіп жатқанын көріп өңі сұрланып кетті. Үйдің іргесінде жатқан малға шапқан, неғылған, жүрек жұтқан пәлелер. Ашу қысқан Елубай қыңсылап келіп, аяқ жағына тығылған Ақжолды керсі етігімен басқа бір тепті. Шаңқ ете қалған көк төбет құйрығын бұтына қыса үйшігіне қарай секектей жөнелді. Ол енді Ақтөсті іздеп жан-жаққа тінтіне көз тастады. Екеуі де тайыншадай екен. Жарып кеткен жоқ па? Кенет мал қораның жанында тұрған атарбаның астыңғы жағында бүрісіп жатқан итін көріп, қаны басына шапты. Төбеттің бір жамандықты сезіп жәутеңдегеніне де қарамастан, қақ маңдайдан көздей беріп қос аузының оқтаулы тұрған екінші шүріппесін басып қалды. Гүрс ете түскен мылтық дауысынан кейін Ақтөстің де соңғы рет ышқына шәу ете түскені естілді. Жатқан жерінде басын бір қайқаң еткізді де сілейген күйі үні өшті. Елубай демін ішіне тарта ауыр күрсінді. Мен сені не үшін асырадым? Тек ас ішіп, аяқ босатсын демеген шығармын, жаның тіптен тәтті екен. Елеке, иттің не жазығы бар? Деп жақындай берген серікті жуан жұдырығымен сол жақ шықшыттан ала қойып қалып етпетінен түсірді. Ой, әкеңнің аузын ұрайын, иттің баласы, сен бе маған ақыл үйрететін, сендердің кесіріңнен. Не жаздым шешең? Деп жерден тұра ұмтылған серік Елубайдың жағасына жармаса кетті. Осы сәтті күтіп жатқанда үйшігінен атып шыққан Ақжол арс ете атылып келіп, серікті кеудесімен соғып шалқасынан түсірді. Залана ырылдаған күйі аузу тісін ақситып үстіне қона түсті. Ақжол, Ақжол, кә, деп ашулы төбетті өзіне шақырып алған Гүлғайша өлі қоянды артқа аяғына ұстаған күйі салбырата сүйретіп әкеліп серіктің алдына топ еткізіп тастай салды. Арсыз неме, тезірек көздеріңді жоғалтыңдар бұл маңнан, деді бақырып. Елубай, жетер енді, өзің де білесің ғой, бұлардың қаны сұйық, жазым етуден тайынбайды. Көрдің бе қаны пезер неменің қарашый, бесіктен белі шықпай жатып әкесіндей адамның жағасына жармасқанын. Құдай көктей солдырсын, көктей солғыр. Қарғысың айналып өзіңді тапсын. Төбеттен именіп атына қарғып мінген серік оны ала көзімен атып. Мен сендерге әлі көрсетермін. Анадай жерде не істерін білмей үн-түнсіз сопайып тұрған қанатқа мойнын бұрып. Әй малғын, не қарап тұрсың, жүр кеттік, деді бұйыра сөйлеп. Әкеңнің аузын ұрайын, шауып алайын деп педің боқмұрын, деді Елубай олардың артынан айғайлап. Қолыңнан келсе шауып ал, сілімтік. Елубайдың түскі тамаққа тәбеті шаппады. Әлденені бір ойлап мазасы қашты. Өлген қойлардың терілерін сыпырып, өлекселерін арнайы қазылған шұңқырға апарып тастай салды да көміп тастады. Қасқырлар қойларды тамақтап қана кете берген, басқа жерлеріне ауыз да салмаған. Апырай, бұлар несі? Деп басы қатты. Көк бөрілер кекшіл келеді деуші еді. Бөлтіріктерін алып кеткенге өшіккен ғой. Жыртқыш екеш жыртқыштың балаларын іздеп кектеніп жүргенін қараш. Құдай сақтасын, әйтеуір жүрістері суыт, кісі шошырлық. Күннің қызуы қайтып, тас төбеден сәл еңкейе бастаған шақта малын өріске қарай айдаған Елубайдың ойынан қойға шапқан қос бөрі шықпай қойды. Көңілі әлденеге алаңдап, жүрегі дүрсіл қағып қобал жіберді. Ауыздары шүйкінге түйген қойлар бастарын жерден көтермеген күйі шашырай жайылып барады. Ердің ернеуіне оң жақ аяғын арта жайғасып отырған Елубай арт жағынан шыққан тықырға елең етіп жалт қарады. Түп-түп боп өскен қияқ шидің арасымен жүгіріп келіп шоқиып отыра қалған Ақжолды көріп жүрегі орнына түскендей болды. Иттің де ессізі болады ғой, ашу үстінде бұны да оңдырмадым-ау, деді оған мүсіркей қарап. Сөйлейтін тіл жоқ, десе де бәрін айтқызбай-ақ түсінеді. Бұндай ақылды төбеттер некен саяқ. Өмірінде көрмеген азабы, тартпаған бейнеті жоқ. Жаны сірі екен өзінің. Талай мәрте тура келген ажалдан аман қалды. Көзі қырдағыны көріп, ойы қиядағыны шолып сауысқандай сақ отырған Елубай тау басынан беткейге түсіп келе жатқан қасқырды көзі шалды.
Аты да басын жерден көтеріп алып осқырына тау жаққа қарады. Не қылған жүрек жұтқан пәле, бағанағы жын соққандай жүрістер анау тегі ажал айдап жүрген шығар. Ыстық қаны қуалай ойнап басына тепкен Елубай қанды басың бері тарт деді де атын борбайлай шаба жөнелді. Арланның қиралаңдап жүре алмай бара жатқанын байқап, онан сайын делебесі қозып қызына түсті. Оқ тиіп жараланған болу керек. Атып алатын болдым. Өзі де тайыншадай екен. Қаракер аяғын кере тастап көсіле шауып келеді. Ақ жолда қалысар емес. Әне-міне дегенше екі қырқадан да асып түсті. Ерге жабыса еңкейе түссе де алдыңғы жағынан көзін айырмаған Елубай көкжалдың бірте-бірте шабысын үдете түскенін байқады. Жаңа ғана қисалаңдай басып бара жатыр еді. Тіпті жақындатар емес қой өзі. Бойында тіктеп алған. Денесі қызып бауырын жаза түскен қаракер бастырмалатып ара қашықтықты қысқарта түскен кезде жанталаса зытып ала жөнелген айлалы арлан көзді ашып жұмғанша тағы бір қырқадан асып түсіп, шөптесіні мол қалың тоғайға зып беріп кірді де көрінбей кетті. Елубай тоғайды айнала шапқылай айғай салды, қиқуға басты. Бір-екі мәрте мылтықты атты, бірақ қайда кіріп кеткені белгісіз. Қасқырдың қарасы көріне қоймады. Ендігі тірлігінен түк шықпасын сезіп, атының басын кері бұрды. Иесіз қалған отары енді есіне түскендей алаң көңілмен далақтап шаба жөнелді. Жасыл жотаға шыға бере артына бір қарап еді, айлалы қасқыр тоғайдан шығып, қайда кетіп барасың, мен мұндамын дегендей қасқая қарап тұр екен. Бірақ оған қайта қайрылғысы келмеді. Басына сумаңдаған суық ойлардың бірі кіріп, бірі шығып, жүрегі атша тулады. 62 айлалы түз тағысы оңайлықпен алдыра қояр деген, деді өзіне өзі жекіп. Ақымақ бас аяқтың соры деген осы шығар. Малды иесіз қалдырып ит құс қуған немді алған. Өзімде есер соқпын ғой, бостан босқа арамтер болып. Қасқыр екеш, қасқыр құрлы ақылым жоғау. Малына алаңдап, аласұрып келе жатқан Елубай өзен жақ бетте бір топ қойды дүркіретіп қуалап жүрген тайыншадай қасқырды көріп, жон арқасы шымырлап қоя берді. Қап атаңа нәлет, бұл қай жақтан келе қалды екен? Бір сұмдықтың боларын жүрегім сезіп еді. Ыстық қаны басына шапшып, ақ көбік болған арғымағына үсті-үстіне қамшы басты. Қарагер аяғын көсіле тастап құйғытып келеді. Әр жерде теңкейіп жатқан қойларды көріп, онан сайын шиыршық атты. Енді бәлем, қанша айлакер болсаң да құтқармаспын, құтылмассың менен. Қатты шапқан ат тұяғының дүбірінен сескенген қасқыр басын көтере бір қарады да өзенді жағалай жорта жөнелді. Топ-топ боп өскен тобылғы қарағанды жарып өтіп, жусанды жазыққа шықты да кілт тоқтай қалып, лоқсып құса бастады. Түз тағысының әр қимылын көзбен бағып келе жатқан Елубай оқ еркін жетер жерге жеткенде тізгінді шірене тартып қалды да тоқтар-тоқтамастан атынан секіріп түсіп, қос аузын кезене шүріппені басып қалды. Жұтқан жемтікті ақтарып тастап, енді орнынан қозғала берген қасқыр бір жағына қарай қиқаң ете түсті. Жалма-жан бойын тіктеп алып алға қарай ұмтыла бергені сол еді. Гүрс еткен мылтық дауысы тау тасты жаңғырықтыра қайта шықты. Құйрығын бұлғаң еткізген қаншық қасқыр қиралаңдап барып шоқиып отырды да қалды. Қашып құтыла алмасын сезді ме? Жоқ әлде басқа бір ойы болды ма? Кілт бұрылып қарсы салды. Жаралы болса да жүресі тым ширақ, шойнаңдай басып шоқақтап келеді. Бұндай оқыс қимылды күтпеген Елубай бір сәтке не істерін білмей абдырап қалды да лезде ес жиып мылтығына қайыра оқ салды. Қол аяғы дірілдеп, өз бойын өзі билей алар емес. Азу түсін ақсита ырылдаған жаралы жыртқыш жота жүнін күдірейтіп тақап келеді. Елубай көздей беріп шүріппені басып қалды. Сүрініп кетіп қайта тіктелген қаншық басын алға қарай соза түсіп сүйретіле басып ақырын жылжи берді. Қимыл қозғалысы шабандау тартқанымен сұсы басым, түсі суық. Елубайдың маңдайынан суық тер бұрқ ете түсті. Не деген жаны сірі хайуан, деді іштей шиыршық атып. Не де болса тақай түссін, не өлім, не өмір. Осы бір сәтте құлағын жымқыра құйғытып келген ақжол қасқырды кеудесімен соғып домалатып түсірді. Көк майсаға бір аунап тұрған қаншық ыр ете түсіп, көз ілеспес жылдамдықпен бойын қайра тіктеп алды. Өзінен гөрі ірірек төбетке тарпап бас салуға батылы жетпей, азу тісін ақсита ырылдаған күйі қарсы қарап тұра қалды. Ағызып келген бетімен алып соғып талап тастардай көрінген ақ жолдың да алыса кетуге жүрегі дауаламай көткеншектей берді. Елубайда қарап қалған жоқ. Бар ерік жігерін бойына жиып, қасқая қалған қасқырдың құлақ шекесін ала, көздей беріп оқтаулы тұрған екінші шүріппені басып қалды. Көзі шоқтай жанған кәрлі қасқыр шипам бітті дегендей сол жағына қарай сылқ етіп құлады да қимылсыз қалды.
Терең тыныстаған Елубай аз кем уақыт байқастап тұрды да бөрінің бойынан тіршілік нышаны байқалмаған соң еппен басып жанына жақындады. Сілекейі шұбыра сілеген долы қаншықтың өлі жүзінен ашу ызаның ызғары әлі тарқай қоймапты. Кектене қарап кекшие қалған. Жан тапсырар алдында да жан ашуың тарқамапты ғой, байғұс. Маңдайынан шым-шымдап аққан суық терді жейдесінің жеңімен сүрте салып, асығыс атына қонған Елубай бытырап кеткен малдарын қайырмалап бір жерге үйіре бастады. Ақ жолда шашау шыққан қойларды қақпайлай қуып шапқылап жүр. Елубай ат үстінде жүріп ақ қойларын көзімен түстеп түгендеп шықты. Қызылала қанға бөгіп ішек қарны ақтарылып жатқан 6 саулықтан басқасы түгел сияқты. Семіздігінен әрең тұратын дәу қара ісегінің жер иіскеп жүретін май құйрығы тұтастай жоқ. Орнынан қан тамшылап тұр. Оны елең қылар ісек жоқ. Жайбарақат жайылып жүр. Еріксіз езу тартты. Ана құйрықты орып түскен түсте қылғытқан кеңірдекте осал емес-ау. Күннің қызуы қайтып салқын түсе бастады. Терістіктен сусылдаған суық жел соғып сумаңдаған сұр жыландай ысылдап ала жөнелді. Көңілі селкеу тартып әлденеден секемдене берді. Үйге ертерек жетіп алайын деген оймен қойларын алдына салып айдай жөнелді. Қос жанары алдындағы отарында болғанымен ойы онға бөлініп санасы сансырап келеді. Жан-жағына жалтақтап қарап қояды. Шаршауы енді шыға бастағандай. Бойы тоңазып жота жауырыны құрыса қалды. Бөлтіріктерін адамдар алып кетсе, қасқырлар маңайдағы ауылдың малдарына шауып тыныштық бермейді деуші еді көнекөз қариялар. Сол сөз рас болды ғой. Қаншығының өзін көрмейсің бе, ал ана арланы ше? Тұла бойы дір ете түсті. Маған не болған өзі? Арт жағына алаңдай мойнын бұрып еді. Қаратаудың басында шоқиып отырған арланды көзі шалды. Атаңа нәлеттің қара құс құсап қаздиып отырысын қараш. Арам қатырмай тыныштық жоқ-ау. Шақшадай басын шарадай еткен ауыр ойлардан арыла алмай қой соңында шаң қауып келе жатқан Елубай. «Кімді ойлап келесің?» деген ащы дауыстан селк етіп ат үстінен ауып түсе жаздады. Құдай қосқан қосағы Гүлғайша екен. «Не болды саған? Қарадан қарап?» деді сықылықтап. «Неменеге жетісіп тұрсың, әкеңнің аузын ұрайын?» деді оған Елубай едірейе қарап. «Қойға тағы қасқыр шапты. Санап кіргіз». «Сұмдық-ай, не дейді тағы?» Түсі қашып бойына үрей билеген Гүлғайша шарбақ қоршауға қарай еңбеңдеп жүгіре жөнелді. «Менің бүгінгі жұмысым осымен бітті» дегендей отардан бөліне берген Ақжол киіз үйдің жанынан өте беріп нәрестенің іңгәлай жылағанын естіп құлаған түре тұра қалды. Дауыс үш жақтан шығатын сияқты. Соны сезген кәрі төбет ағаш есікті алдыңғы аяғымен тырналай ашып, зып беріп ішке кірді. Сәби ыңғасы енді тіптен анық естілді. Аузын жаппай шыр-шыр етеді. Ақжол бесікке тақап келіп, қалай жұбатарын білмей мөлие қарап тұрып қалды. Бөбектің беті ашық жатыр. Мұны елең қылар емес. Қызарып, сазарып, шырылын үдете түсті. Оған жаны ашыған ақылды төбет бесікті тұмсығымен ырғап-ырғап қозғалта бастады. Бала жылауын қояр емес. Ол енді оң аяғымен жайлап тербетті. Одан да ештеңе шыға қоймады. Әбден амалы құрыған Ақжол бір мезгілде тілін созып, ұшын жайлап сәбидің аузына тақады. Нәресте жылауын тастиып, емшек емгендей сорпылдата бастады. Дәл осы кезде үйге кірген Елубай баласының төбеттің тілін құшырлана сорып жатқанын көріп талағы тарс айырылды. «Әкеңнің аузын ұрайын, ендігі қалғаны осы еді» деп тап берді. Бірдеңе бүлдіргенін сезген Ақжолда жалп беріп есік жаққа қарай тұра қашты, бірақ құтыла алмады. Мылтықтың дөм жағы жон арқасына сарт ете түсті. Жан даусы шыға шаңқ ете қалған кәрі төбет қиралаң қағып табалдырықтан зорға аттады. «Сазайыңды тарттың ба?» дегенде ежірейе қараған Елубай қайтадан шырылдап қоя берген сәбиіне тақап келіп бесікті тербетіп ыңылдап ән айта бастады. «Әлдей бөпешім, ұйықтай қойшы көкешім». Нәресте шыр-шыр етіп шырылдауын қояр емес. Біреу қылқындырып жатқандай көгеріп, сазарып іңгәлай берді. Онсыз да терісіне симай тұрған Елубай «Неменеге бақыра бересің?» деп жуан даусымен ақырып қалды. Шошына дір еткен бейкүнә нәресте әкесіне бажырая бір қарады да баж ете түсті. Күйеуінің соңын ала кірген Гүлғайша «Осы сенің айғайыңды біледі деген?» деді күңк етіп. Тізерлей отыра қалып, жалма-жан көйлегінің түймесін ағытып жіберіп, омырауының ұшын баласының аузына салды. Тер қысып таңдай құрғап жатқан сәби анасының емшегін сорпылдата сора бастады. «Сен біліп қой қатын, тәрбие тал бесіктен басталады», деді Елубай төр алдындағы құс жастыққа жантая бере. «Ертең кеш болады. Тәрбиесінің түрін».
Гүлғайша ернін сылп еткізді. Көп қыртпай тезірек шайыңды жаса, шаршап келдім, ертерек жатамын. Сен тамақпен ұйқыдан басқа не білесің? Еріміз бар екенін мүлде ұмыттық қой түге. Ой, әкең тағы нені қопсытқалы тұрсың? Елубай әйеліне едірейе қарады. Мен не, ерігіп жүр дейсің бе? Осылай арса-арсам шығып жүргені бала-шағаның қам емес пе? Ал қатыныңның қамын кім ойлайды? Әй Сайқал, мен білем, сенің бар ғой, сенің ойың жаман. Нені білесің? Бәрін білемін, иттің баласы. Елубай ақырып қалды. Жап аузыңды, әкең. Жанары жасқа толған Гүлғайша еппен тұрды да үн-түнсіз бұрылып кетті. Елубайдың басы жастыққа ерте тигенімен ойы әлденеге алаңдап ұйқысы қашып кетті. Әйелі сыртқа шығып кеткен. Дәуде болса ошаққа нан жауып жүрау. Әй, күндіз түні бір тынбайды-ау. Біз ақымақ осындай қатынды да бағаламаймыз ғой. Айтса айтқандай, шынында да көңіл бөлмей кеттім-ау. Қанша дегенмен нәзік жаратылыс есі емес пе аялауды, еркелетуді, жылылықты аңсайды-ау. Айтса айтқандай, 25 жылдан бері осы үйдің суымен кіріп, күлімен шығып келе жатқанда қандай рахат көрді. Нендей сый-сияпат жасадым. Тым құрыса, жылына бір көйлек әпермеймін ғой. Өзімде бір тоң мойын топаспын ғой. Жылы сөз айтып, жанын жадыратудың орнына аузын ашса болды, жеті атасынан бастап сыбай жөнелемін. Бірақ қазақтың еркектері жаным, күнім деп сызылып тұрмайды ғой. Жақсы көретінін айтпай-ақ сездіреді емес пе? Мен соны да сездіре алмай жүрген сияқты мынау. Қалай айтсаң да қазақ әйелдері көнбіс, көнтерлі келеді. Кісі сүйер, қылығым бар ма, бүкіл жындылығыма төзіп келе жатыр. Ескерткіш орнатпасам да оны естен шығаруға бола ма? Қалай сыйласам да жарасады, бөтен емес, балаларымның анасы. Міне 50-ге келдік, енді қанша жасаймыз? Санасын сансыратқан сансыз ойларға беріліп жатып, көзі ілініп кетті. Әйелінің қашан жатқанын да білмейді. Көзін ашып алса орнында жоқ. Таң атыпты. Дастархан жаюлы тұр. Төсектен жайлап көтеріліп дамбалшаң сыртқа шықты. Әйелі су қайнатып жатыр екен. Бұған тұрдың ба дегендей самарқау бір қарады да қолындағы жаңқаларды самаурынның көмейіне салып жіберді. Ләм-мим деп тіл қатқан жоқ, қабағынан кірбің байқалады. Қап, қара басып ұйықтап қалғанымды қараш, деді іштей өкініп. Бүгіннен бастап өзгеруім керек. Жарастықта, жарасымдылықта өмір сүргенге не жетсін шіркін. Жуынып шайынып алды да асықпай отырып шай ішті. Ала дорбаға тамақ салдырып, термосқа ыстық шай құйдырып алды. Бүгін түсте келмеймін. Өзі де аш арық малды онда-мұнда қуалап жүріп күйін кетіріп алармыз, деді әйеліне мойнын бұрып. Ақжол тұрмады ма өзі? Жоқ, сол кешегі сұлық жатқан күйі жатыр. Бір жері майып болмаса, сол майып болмақ түгіл ғайып болса да өкінерім жоқ. Не болған саған өзі, Елубай? Әйелі тесіле қарады. Жай, әншейін, өзің де білесің, ана бір кекшіл бөрілер бұл көңілімді түсіріп кетті ғой. Бастан құлақ садақа, басымыз аман болсын. Оның рас жаным. Елубай әйелін құшақтап, бауырына тартып, маңдайынан иіскеді. Таңырқай қараған Гүлғайшаның қабағы ашылып, жүзі жадырап сала берді. Сенен де жаным деген сөзді естиді екен біз ауа? Көңілің біртүрлі бұзылып тұр ғой өзі бүгін. Түсіңде бірдеңе көргенсің ау шамасы? Сөзінің аяғын әзілге бұрып сықылықтап күліп жіберді. Жоқ жаным, түсімде емес, ойымда көрдім. Қайырын берсін әйтеуір. Әйелі еркелей келіп, ерінің ернінен сүйді. Мен сені жақсы көремін ғой. Елубай құшағындағы әйелін, мен де сені сүйемін ғой, дегендей қатты қысып қалды да, сәлден соң қолын босатып малқораға қарай аяңдады. Байлаулы тұрған атының басын шешіп, үстіне қарғып мінді. Әйелі шарбақ есікті ашып, қойларды шығарды да алдына салып берді. Қол бұлғап қала берді. Күндегідей емес, көзі күлім қағады, көңілі көтеріңкі. Сақ болшы, деді артынан айғайлап. Жапан далада жалғыз өзі қалғандай күй кешті. Ойы онға бөлініп мазасыздана берді. Әйелге көп нәрсенің керегі жоқ-ау. Аздап көңіл бөліп, жан жылуыңды сездірсең де жетіп жатыр-ау. Жаным деген бір ауыз сөздің өзіне мәз болып масайрап қалды-ау байғұс. Есіне Ақжол түсті. Итте болса көп көрмес екен-ау, деді іштей. Өзімде ақымақпын-ау. Ылғи да ашуымды алдымен ақылым соңынан жүреді. Күн ұзақ осындай ой құшағында жүріп, кешке қарай үйіне сүлесоқ оралған Елубай атынан түсе салып Ақжолдың жанына келді. Кәрі төбет алға қарай көсілген алдыңғы аяқтарына басын сүйеген қалпы тырп етпестен жатыр. Судан шыққандай сүмпиіп сүмірейе түскен. Алдына қойылған тамақта сол күйі тұр, нәр татпаған секілді, іші де қабыса қалған.
Бейшара. Еңкейіп басынан сипай беріп еді, қабағы қарс жабылып жатқан ашулы төбет арс етіп қауып ала жаздады. Шошына кейін серпілген Елубай, мынаның түрі жаман ғой, деп мұрнынан міңгірлей кері бұрылып кетті. Өлмесең өмірем қап әкең. Сүлдесі құрып, денесі ауыр тартқан Елубай тамағын ішіп жайланған соң төсегін салдырып жатып қалды. Шырмауықтай шырмаған сансыз ойлардың бірін қоса бірі кіріп, көпке дейін көз іле алмады. Түн жарымында Ақжол біртүрлі жалынышты үнмен ұзақ ұлыды. Елубайдың төбе құйқасы шымырлап қоя берді. Өй әкеңнің аузы, өз басыңа көрінгір, өз басыңа көрінсін. Талықсып барып көзі ілініп кеткен екен. Түске шейін жатушы ма едің? Деген әйелінің ащы даусынан оянып кетті. Қазір міне тұрдым. Елубай орнынан сылбыр көтеріліп киіне бастады. Басымның шағып тұрғанын қараш. Мен де біртүрлі жайсызданып тұрмын, деді Гүлғайша төсек орынды жинастырып жүріп. Ақжол өліп қалыпты. Не дейді? Ол әйеліне аңтарыла қарады. Өлігін көрсеткісі келмеді ме, біраз жерге дейін жерсіза сүйретіліп барыпты байғұс. Жүрегі құрғырда бірдеңені сезеді-ау, жаман түс көріп жатыр едім. Түс түлкінің боғы деген не болса соны көңіліңе алып қалатының ай сенің. Жоқ, жай әншейін айтып жатқаным ғой. Түсте тұрған не бар дейсің? Мен қазір. Елубай сыртқа шығып серейіп жатқан итінің жанына келді. Кәрі төбет сол жақ езуінен тілін шығара кегжейген қалпы қатып қалған. Көзі де толық жұмылмаған, жартылай ашық жатыр. Бір сәт әңкі-тәңкі күйде меңірейіп тұрып қалған ол сәлден соң есін жиғандай болып, итінің өлі жүзіне тағы бір көз тоқтатып қарады. Күшігінен асырап едім. Ит құсқа жем қылмай сайға апарып көміп тастайын. Төбетті еппен көтеріп иығына салып алған Елубай шарбақ қоршауға сүйеулі тұрған үшкір күрегін алып тау жаққа қарай аяңдады. Ұйқысы қанбады ма, жоқ әлде ой шаршатты ма, басы солқылдай шаншып келеді. Маған не болды өзі? Жүрегі құрғырда атша тулап кеудеге симай барады ғой. Бүгін малды ұзатпай осы маңайға жаймасам. Ол терең сайдың ойпаңдау тұсына келгенде тоқтап кеудесін кере бір дем алды да топырағы жұмсақтау жерді жайлап қаза бастады. Тұла бойын біртүрлі үрей билеп жайсыздана берді. Маңдайынан шып-шып тер шығып денесі қызып жіпсіді. Әп-сәттің ішінде кішкене шұңқыр қазып тастады. Оған итін оң жақ бүйірімен жатқызып шыққан топырақпен көме бастады. Сорғалай аққан ащы терін сүртіп алмақ боп бойын тіктей берген кезде тау беткейінен өзіне қарай құлдилап келе жатқан көкжалды көзі шалды. Бүлкектей басып ентелеп келеді. Елубай алдың күні өзі қуған арланды жазбай танып, қапелімде не естерін білмей қатты састы. Қашып құтыла алмасын да сезді. Қолындағы күрегін қыса ұстаған күйі мылтық құсатып кезене шошаңдатып та көрді. Қасқыр қаймығар емес, ешқандай қауіп қатердің жоқтығын іші сезетін сияқты. Бөрі адамның көзінен қорқады деуші еді. Елубай жандалбасалап, оның ойнақшыған отты көзіне тіке қарады. Арланның аялдайтын түрі жоқ, сұсы басым, жанарын тез тайдырып кетті. Ажалымның жеткен. Жоқ, мен, Гүлғайша, балалар, жоқ, атама, деді күбірлеп. Жанарына жас іркілді, иегі кемсеңдеді, көзі қарауытты, басы айналды, жүрегі алып ұшып аузына тығылды. Сол мезет. Әке, есіңді жи! Тау-тасты жаңғырықтыра дауыс тағы қайталанды. Жан-жағына жалтақтай қарады. Ентелеп келе жатқан қасқырдан басқа көзіне ештеңе түсе қоймады. Әке! Әке! Арт жағына жалт бұрылған Елубай қарсы алдындағы Қаратаудың ұшар басында тұрған баласын көрді. Шашы жалбырап кеткен, үстінде лыпасы жоқ, анадан жаңа туғандай тыр жалаңаш, қол бұлғап шақырып тұрған сияқты. Мұратым менің, сен тірі екенсің ғой. Ол ұмтыла беріп етпеттей құлады. Бойын жиып тұра бергені сол еді. Ырылдап келіп сол жақ иықтан ала түскен ашулы арлан ақсиған азу тістерін батырып жіберіп күтір-күтір еткізді де жұлқылай тартып қалды. Үсті басын қан жуып кеткен Елубай есі шыға есеңгіреген күй түзерлеп отыра қалды. Көзінің алды тұманданып, дүние төңкеріліп бара жатқандай көрінді. Мұратым менің! Ернін ғана жыбырлатуға шамасы келді. Иіле беріп етпетінен құлап түсті. Мұрат! Аузын қандап алақтаған кекшіл көкжал буы бұрқыраған жас етке тұмсығын тығып қомағайлана асап-асап жіберді де, есем қайтты ғой, осы да жетер дегендей жаймен көткеншектей беріп жалт бұрылды да бүлкектей басып жорта жөнелді. Жан-жағына жалтақтай зытып бара жатқан түз тағысына көк тәңірі нағылет айтқандай қабағын түйіп түнере түскен. Терең сайдың ішінде ішек қарны ақтарылып, қан жоса болған өлікке қарауға дәті шыдамағандай ұяң күн ақша бұлттың арасына сіңіп жүзін жасырды. Бар сырын ішіне бүккен
паң дала маңқиған қалпы маңғаздана қалған. Үпеткен жел жоқ. Өлі тыныштықты бұза қарқылдай күлген қара қарғалар ғана далпылдап ұшады.